Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сметанник пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 180 грамм сармай, 150 грамм қант және де бір жұмыртқа керек болады. Сармайымызды үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Сармайымызды жақсылап өткізіп алдық. Енді бұны онымен жақсылап араластырып, қолымызбен мұжғылаймыз. Жақсылап езіп, онымен крошкой болғанша езесіздер. Достар, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Жақсылап езіп, крошкой жасадық. Бір 5-10 граммдай разрыхлитель, қопсытқыш қосасыздар. Сосын 180 грамм қант, және де бір жұмыртқа қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды иледік. Қамырымыз дайын. Осындай эластичный, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Қамырымызды пищевой пленкамен жақсылап орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. Міндетті түрде тоңазытқышқа салыңыздар, пленкаға орап. Мен формамды дайындап, пергамент төсеп алдым. Жаңағы қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін форманың астыңғы жағына қолымызбен жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Жақсылап менде 28 диаметрлік форма. Сіздер кез келгенді қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап жайып аламыз. Осы қамырды уже дайындап жатқан кезде пештеріңізді қосып қоясыздар 180 градуста. Енді жаңағы екінші бөлікті алып, жан жағына бортики жасаймыз. Бортики жасаймыз. Міне қамырымызды біркелкі етіп жайып, бортикиінде әдемілеп жайып, біркелкі тегістеп алдық. Қолдарыңызбен солай турлап жерсеңіздер болады. Енді қамырды қоя тұрып, ішіндегі начинкасына кірісеміз. Начинкасына бізге 20% қаймақ керек болады. Менде 500 грамм қаймақ, 180 грамм қант,
кемінде 4 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаларыңыз, қаймақтарыңыз барлығы холодильникте болғаны дұрыс, салғын болғаны. Жұмыртқаның көлемі де үлкен болғаны дұрыс. Енді жақсылап винчиктің көмегімен 10-15 секунд араластырамыз. Көп араластыру беруге де болмайды. Міне болды уже. Осы араластырған жетеді. Қамырымызға құямыз. Қамырымызды 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Міне достар, біздің сметанегіміз дайын. Менде бір түн холодильникте тұрды. Сіздер 2 сағат қойсаңыздар да жетеді. Енді кесіп көрейік. Қамырымыз, пирогымыз өте жұмсақ. Әдемі болып кесілді. Енді бірге дәмін көрейік. Мінекей достар, біздің пирогымыз ешқандай да ағып кеткен жоқ. Өзінің көлемін жақсы сақтап тұр. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Дайындап көріңіздер. Мінекей енді дәмін көрейік. Өте жұмсақ, нежный болып кесіліп жатыр. Дәмі де өте керемет. Дайындап көруге кеңес беремін. Каналыма жазылып, лайк қойып, комментария жазып кетіңіздер. Рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге сау болыңыздар.